Ne götürürüz babalar? Endişe, var mı? Birinci neyini davranmış asma? Analar hürmet. Analar günü qarşısında benim sevapты өзіміз қолдан жасайық деді. Асқар мектеп шеберханасына үлкен қондырғы жасауға келді. Маржан тамақ дайындады. Біздің анамызды дастархан басына шақырдық. Анашым, мерекеңіз құтты болсын, деді күлімдеп. Біз сізді жақсы көреміз деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйді. Алар мәтін не туралы? Аналар күні туралы. Аналар күні туралы, я? Жақсы. Енді сұрақтарға кім жауап бере алады? Аналар мерекесі қашан тойланады? Алихан? Аналар күні қашан тойланады? 8 наурыз. Жақсы. Келесі сұраққа жауап береді Әрсен. Мәтін кейіпкерлері анасына қандай сыйлық дайындады? Әшере. Қандай сурет? Нені сурет салды олар? Нені? Жоқ. Бірінші күнді салды ғой, я? Сосын не істеді? Оның үстіне анасына сурет не істеді? Орналастырды, я? Жақсы, отыра қой. Келесі, өзіңнің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Балалар, сендер аналарыңа сыйлық жасайсыңдар ма? Иә. Мысалға, кім қандай сыйлық жасайды өзінің қолымен? Бүгін ба? Бүгін Дина анасының туған күні. Дина, сен қандай сыйлық жасамадың? Өзің қолыңнан жасадың ба бүгін? Жасамадың, иә? Енді сурет болса да анаңа сәтті жақсы ма? Сурет салдым дейді. Сосын тағы не істеді? Қансы? Жақсы, жақсы балалар. Ендеше осы мәтінді бәріміз кезекпе-кезек оқып шықса қалай қараймыз? Жақсы ма? Бастан бастап екі сөйлемден оқып шығайық, жақсы ма? Суреттің астында Жақсы, оқып болдық па? Жақсы, оқып болдық қой барымыз. Жақсы. Ендеше балалар, осы мәтіннің ішінен қарақта сөз көріп тұрсыңдар ма? Кім таба алады маған қарақта сөзді? Қарақта сөзге не екенін білеміз бе? Санжан қайықтапшы қарақта сөз? Анашым. Анашым, мерекеңіз Құтты болсын. жақсы. Жоқ, тек қана анашым деп тұр ғой өзінде. Анашым деп қарап тұр, иә? Басқа жоқ, білем ғой. Осыны дәптерімізге жазамыз. Ашып, дәптерімізге қарақта сөз жазып аламыз. Кәне. 25 бастап. Мерекеңіз құтты болсын. Жас болдық па? Жас болса, 6-шы жаттығуға бізде шығады тақтаға. Арсен шығады. Не дейді оқышы? Өлеңнің тиісті жұмыс белгілерін қойып қошаңдас. Тиісті жұмыс белгілерін қою керек, иә? Қалғандарды орныңызға отырып жатасыз 6-шы жаттығуда. Алтыншы тапсырманың қолында ма балалар? Жетінші тапсырма Нұргелді оқып жіберші. Жетінші тапсырма Нұргелді. Ашықат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзінің сәйкестенді. Сендер балалар ашыққа жазып көрдіңдер ма? Жаздыңдар ма? Сендерге бір үлгі көрсетейін, жақсы ма? Бір досыңызға, сосын бір туысқаныңызға ашыққа жазамыз. Сонда неше жазамыз? 2. Қараңдар, мысалға мен әкешіме жаздым. Аса қадірлі әкешім, сізді туған
Almatı'da sırf partiya takılıkta olurlar. Angı veriyor. Geçiremiz var. Yes. Bizge mi yapayım? Hayır da. Biliyorsun hadi. Birinde arslan. Arslan kırkuşan. Min arslan kralı süpür. Batau. Agar okan koyayım bak. Yok. Batau apa ya? Anlayız bak. Ya.